Барлықтарыңа сәлем, арнада Аток ағайларың, Аток физика каналына қош келдіңдер. Бүгін біз кезекті, қызықты, С деңгейлі аралас жалғанудың есебін шығаратын боламыз. Жалпы бұл біздің есеп тест-центрда келген ақылы нұсқада. Мен ойлаймын, тест-центрдің нұсқасында бір кездескен есеп нағыз ұбт-да кездесуі әбден мүмкін. Бірге шығарып көрейік. Паузаға басып, өз бетіңмен өзіңді бір шығарып көр, ал сен шығарып бітем дегенше, мен мына жақта бұны түсіндіріп бастай берейін. Жақсы, Аток ағай байланыста, біздің арнаға тіркелмеген болсаң, тіркеліп қой. Жалпы видеоның соңында қызықты бір сыйлығым бар. Кеттік ал. Суреттегі сызбадан толық кедергіні табыңдар дейді. Жалпы біздің есепте мәнімен келу мүмкін, яғни мысалы барлық резистордың мәні там 10 омға тең деген сияқты. Бізде ондай мән берілмеген, бізде әріппен шығарыңдар деген. Енді разница жоқ, кімге қалай удобно. Енді мынаны қараңыздар, бұл аралас жалғану, яғни бұл жерде тізбектей жалғану да бар, бұл жерде параллель жалғану да бар. Мен бұны айтып жаттым, С деңгейлі есеп деп. Яғни бұл оңай график, оңай сызба емес. Сен бұл схеманы қалай шығарарыңды білмей жатсаң, басың қатып жатса, это нормально. Так что қара, үйреніп ал, қазір осыған ұқсас тағы бір сызба берем, өзің шығарып көресің. Қараңдар енді, біз самый главный бұл жерде, тоқ қай жерден кіреді деген вопросқа жауап берейік. Мысалға, бізде оң заряд осы бір жақтан келіп жатыр, мына жақта тоқ көзі бар. Негізгі тоқ мінекей осы жақтан течет деп алайық. Енді мына жақтан кірген тоқ, мына уже түйін. Бұл жерде бізде тоқ былай кету мүмкін, былай кету мүмкін, былай кету мүмкін. Так что асықпаймыз, есепті қатты тез шығаруға. Қараңыздар енді, біздің ортадағы схеманы, ортадағы кедергіні резисторден тоқ өте ма, өтпей ма, оны да тексеріп көруге болады. Бірақ бұл жерден точно тоқ өтеді, себебі мына жаққа қарай мысалы біз тоқ жіберсек, бұл осыдан өтеді, келесі мынадан өтеді, келесі уже мына жаққа келген кезде, мына жерде көріп тұрғандарында мына уже тізбектей жалғану болып тұр, параллель жалғану болып тұр, түйін тұр мына жерде, мында түйін жоқ. Вот, егер екі жақтан да бірдей тоқ кесе, то тогда мына ортада не болмаушы еді, тогда ортадан тоқ өтпеуші еді, себебі екі жақтың да потенциалдары бірдей болатын еді. Ал білеміз, екі жақтың потенциалы бірдей болса, онда кернеу бізде неге тең болады? Нольге тең болады. Но в данном случае бізде тоқ ортадан да өтеді, сондықтан да бұны тоже учтем. Енді есепті қалай шығарамыз? Жалпы мен былай түсінікті бір схема сызайыншы сіздерге. Давайте былай қарайық. Мен мынаны көріп тұрмын, мынаны көріп тұрмын. Екеуі бір-біріне тізбектей жалғанған. То есть ортасында ешқандай түйін жоқ, то есть екеуі таза тізбектей жалғанып тұр. Мен мұнда былай сызып қойын, оны. Мынау бізде бір резистор, бізде мінекей тағы бір резистор мұнда тұр. Енді бұл екеуі баратта уже мынаған параллель жалғанады, мінекей. Бұл жақта уже түйін тұр. Мен мына жаққа қарай бір кедергіні уже бөлек былай сызып қойылам. Мінекей. Вот. Дальше уже бұлар бірге барып мынаған параллель жалғанады. То есть мұнда біз тағы да единолично бір резисторды былай сызып қоя аламыз. Енді ортадағына диагонально жатқан резистор кедергі, ол общий, бәріне параллель деп алып, мінекей дәл осылай ортадағы диагональный резистор деп көрсетсек болады емес пе? Осындай бізде қарапайым ғана уже схема шығады екен. Осы схеманы дұрыс шығарсақ, есебіміз ары қарай дұрыс вариантын табатыны анық. Мен мына жақта тоже самый екі сызық жіберіп қойын. Мына жерде бізде там А, мына жерде бізде Б. Осы екеуінің былайша айтқан кезде толық кедергісін табу керек. Давайте, мен бірінші мына екеуін жалғап алайын. Мынау бізде R, мынау бізде R. Екеуі общий 2R болады. Қалай жазайын мен, мына жаққа общий жаза салайын ба, 2R деп. Потом бұл екеуі барады. Мынау тоже R ғой бізде, бұған параллель жалғанады. Енді бірінші жағдай деп жазып қойын мен. Екеуін параллель жалғаймыз. Екеуін параллель жалғаған кезде, жалпы мен всегда айтатын формула бар. Ол қандай формула? R тең R көбейтілген 2R астында R қосылған 2R деп жазу. Өте маңызды.
2r квадрат астында 3r тең болады. Енді r-лар қысқарады, 2r бөлінген 3 шығады. Потом барып уже бұлар не істейді, мынаған барып уже жалғанады. Біз уже параллельно уже түйіндерін шешіп тастадық. Енді екінші момент бізде не болады? Екінші момент бізде мынау r ғой, то же самое, осы r-ге барып жалғаймыз тізбектей. 2r бөлінген 3 болады. Тең болады, наған ортақ бөліміштен береміз. Сонда 5r бөлінген 3 дейтін нәрсе пайда болады. Әдемі кетіп жатыр. Жалпы параллель жалғанған кезде, егер екі-ақ тізбек тұрса, яғни екі-ақ резистор тұрса, мысалы бізде бір резистор, онда біздің екінші бір резистор, то самое идеальное решение осы решение. Ыңғайлы, да? Потом барып, мынаған енді уже параллель жалғаймыз. Бұл да r ғой, бұған уже параллель жалғаймыз. Яғни бұның соңғы үшінші жағдайы, ең решающий жағдайы осы моменті болады. Яғни жалпысы уже осы жерде анықталады. Тең. То есть осы r күтіп алады нені? Ана жақтан келе жатқан 5r бөлінген 3 дейтін главаны. Астында сонда r қосылған 5r бөлінген 3 болады. Тең. Так, мына жақта енді чисто көбейтеміз, 5r квадрат болады, бөлінген 3 болады. Ал астында мына ортақ бөліміштен береміз, сонда 8r бөлінген 3 болады. Тең. Енді қысқаратын дүниенің бәрі қысқарса, 5r бөлінген 8 дейтін нәрсе таза қалады. Себебі мұнда 3 пен 3 қысқарады, r мен 0 қысқарады, сонда 5r бөлінген 8 дейтін әдемі жалпылама мән шығады екен. Сан беріп шығарсаң да, қатты айырмашылық жоқ. Сан берген кезде, мысалға, 10-ды бердің ба, осы жерге де 10-ды бересің. Сол кезде мына жерден шыққан мәнменен, мына жақта сен сан беріп шығарған мән екеуі бірдей болып шығуы керек түбінде. Сонда 5r бөлу 8 дейтін вариант, ол бізде әдеттегідей вариантта бар, ол дұрыс жауабы С болады екен. Егерде осы сызба бойынша, аралас жалғау бойынша вопростар болса, комментария жазыңдар, күтетін боламын. Ал келесі біздегі есеп, осындай бір схема, өздерің шығарып, комментарийге дұрыс жауабын жазыңдар. Өте қызықты схема көріп тұрғандарыңыздай, бұл жақта енді какой-то бір симметрияны байқауға болады. 2r, r деген сияқты. Енді алдағы уақытта бұл есептің дұрыс шығару жолын мен өзім көрсететін боламын. Ал әзірге өздерің бір шығарып көріңдер және де комментарийға дұрыс жауабын жазыңдар. Келесіде кездескенше сіздермен бірге болған Аток Потолок.